Баршаңызға сәлем, сіздермен Қадырбек Сағыныш. Торттың бетіндегі әдемі жылтыр жазуда қалай жазатынымды көрсеткім келеді. Ендеше менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттарды описаниеге жазып кетемін. Алдымен шоколадты кондитерлік мешокқа салып, аузын байлаймыз. Стақанымызға ыстық су құйып қайнап тұрған осы біздің кондитерлік мешогымызды үстіне салып қоямыз. Шамамен 2-3 минуттан кейін еріп бастайды. Шоколадымыз ерігеннен кейін алдымен сыртын мұқияттап құрғатып аламыз. Біз жазған кезде ешқандай су кірмеуі қажет. Қатты ыстық болып тұрса, қолымызбен аздап қана жылы болғанша суытып аламыз. Өйткені қатты ыссы болса, жазуымыз сұйық болып жазылмай қалуы мүмкін. Кондитерлік мешоктың басын аздап қана кесіп, жазуға кірісеміз. Өзіңізге ыңғайлы қалам сияқты етіп ұстап алып, жаймен жазып бастайсыз. Шоколадпен жазғанның бір пайдасы, егер сіз қате жазып қойсаңыз, аздап қатқанын күтіп, ол жазуды алып тастасаңыз болады. Кейін үстінен қайтып дұрыстап жазсаңыз болады. Жазуды мен жылтырмен бояймын. Ол үшін маған кондурин қажет болады. Бұл кондитерлік дүкендердің барлығында сатылады. Алдымен ыдысымызға аздап кондуринді салып, үстінен спирт құямыз. Біздің қоспамыз қатты қою немесе сұйық болып кетпеуі қажет. Егер спиртті көп құйып қойған болсаңыз, аздап күте тұрасыз, спирт ұшып кетеді, біздің кондуриніміз қайтып қоюланып бастайды. Енді осы қоспамен жазудың үстін бояп шығамын. Өте оңай боялады, және де шоколадтан жасалған жүрекшені де бояймын. Сол кезде тортым өте әдемі көрінеді. Мінеки тортымды осылай әдемілеп жазып, бояп шықтым. Егер сіздерге видео пайдалы болса, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырып, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар.